Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге Наполеон тортын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен 400 мл сүтімізді құйып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және де оған бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де шанышқымен жақсылап араластырамыз. Енді оған сода қосамыз, яғни уксуспен араластырып. Енді 400 грамм сары майымызға жаңағы сүтімізді құямыз. Осындай сүт көпіріп тұрады. Және де жақсылап шанышқымен араластырамыз. Енді оған ұнымызды електен түсіп қосамыз. Осылай қосып араластыра береміз. Бұл жерде ұнның нақты мөлшері жоқ, яғни біздің тестамыз осындай мөлшерге келгенше, осындай консистенцияға енгенше араластыру керек. Яғни біздің пирогымыз осындай консистенцияға ену керек. Мінекей, осындай майлар осылай болып тұрады. Енді оған ұнды електен өткізіп, кәдімгі қамыр қылып илейміз. Осылайынан илейміз қамыр қылып, яғни ұнды електен міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Бұл маңызды. I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh, but the love inside just. Бізде ең бастысы осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді біз осыны осылай ұзынша етеміз да бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай дөңгелектеп, яғни қойып қоямыз. Ұн сеуіп, міндетті түрде себебі жабысып қалады. Енді тура осылай мен ең алдымен осылай пышақпен бөліп аламын. Ыңғайлы. Осылай барлығын бөліп шығамыз. Осын жаямыз, естеріңізде болсын. Наполеонға көп ұн керек, себебі бұның құрамында май бар, ал сары май еріп кетуі мүмкін. Сол себепті ұнды көбірек себеміз, және де Наполеонның қамыры өте жұқа болып жайылу керек, естеріңізде болсын. Біз осылай істеп болғаннан кейін, яғни қамыры өте жұқа қылып жайылды. Осылайынан кесеміз, тарелкінің не болмаса форманың көмегімен кесеңіздер болады. Шетіндегілерін алып тастаймыз. Шетіндегілерін қайттан осылайынан істеп қамырға жаюға болады. Енді осыны 220 градуста пісіреміз. Ескеретін жайт, бізде уксус бар, яғни осылайынан вилкамен міндетті түрде тесіп шығаңыздар, өйткені қатты көтеріліп, сіздердің корждарыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Олай бірнеше жерінен тесіп шығамыз. Енді осыны пісіре беруге болады. Әркімнің пешіне қарай Наполеон әртүрлі піседі, бірақ 220 градуста қызарғанша пісіресіздер. Достар, біз барлық коржды пісіріп алдық. Көргендеріңізде өте көп корж шықты. Енді өз тортымызды жинаймыз. Мен креміне қарапайым сгущенканы қолданамын, яғни қою сгущенканы. Осылай силиконды күрекшемен, не болмаса қасықпен жағауларыңызға болады. Осылайша үстіне жинай береміз. Барлық корждарды осылай жинап шығамыз. Мінекей достар, біздің Наполеон дайын. Мына кружкелер өздеріңіз білетіндей, дұрыс піспеген, яғни корждарымызды үгітіп, осылай кружка істеп, кремнің сыртынан жағып шықтық. Мінекей торт өте биік болып шықты. Қараңыздар, Наполеон хрустящий
песочный Наполеон. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мен сіздерге 100% кепілдік беремін. Менде бір жасағаннан осындай керемет шықты. Сіздерде де керемет шығады деген үміттемін. Қош сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.